Bir жігіт әйелін сыйлық дүкенге алып кірді. Сосын әйеліне, «Маған анама деп бір жақсы сыйлық таңдап берші», дейді. Әйелінің қызғанышы оянып, дүкендегі ең арзан дүниені таңдайды. Күйеуі оның сыртынан әдемілеп қаптап, үйіне алып кетеді. Кешке сол сыйлықты әйеліне ұсынады. Сонда күйеуі таңданған әйеліне, «Өзгеге нені қаласаң, өзің үшін солай таңдау жасағаныңды қаладым», деген екен. Әйел өкініште қалды. Себебі ол өзге үшін, өзіне қалағандай таңдау жасаса, сыйлығы әдемірек болар еді. Сол себептен адамдар ниеттеріне қарай ризықтандырылады.